Притча о просьбе бабушки. Однажды старая бабушка собрала внуков и сказала: «Дети мои, у меня к вам одна просьба. Когда меня не станет, приходите ко мне в дом хотя бы раз в год». «Конечно, бабушка», — хором ответили внуки. Прошло время, бабушка ушла, а дом остался пустым. Первые годы дети и внуки навещали его, но со временем стали приезжать все реже. Дом начал разрушаться, сад зарос сорняками. Однажды младший внук, проезжая мимо, остановился и зашел внутрь. Он увидел старый стол, на котором бабушка когда-то пекла лепешки, и лавку, где она рассказывала сказки. Вдруг он услышал шепот ветра. «Спасибо, что пришел». Сердце его сжалось. Он позвал братьев и сестер, и вместе они восстановили дом, убрали сад и снова стали собираться там, как в детстве. С тех пор бабушкин дом больше не пустовал, а ее любовь продолжала жить в сердцах потомков. Бір қария ана әже қартайған немерелерін жинап алып айтады: айналайын қарақтарым, мен де бұл өмірден өтем. Сол кезде жылда осы үйге келіп жиналып тұрыңдар. Жыл өтіп, әже өмірден озады. Үй тоза бастайды. Келесі жылы барлық немерелері жиналады. Екінші жылы немерелері келмейді. Үй тозады, шөп өсіп, арам шөптер өсіп кетеді. Үй қирай бастады. Бір күні ең кіші немересі әжесінің үйінен өтіп бара жатып, әжесінің үйін байқап қалады. Ішіне кіреді. Ішіне кірсе, әжесінің үстелін көреді. Пісірген бауырсақтар есіне түсіп, сол кезде әжесінің дауысы: «Келдің ба, немерем?» дейді. Содан барлық бауырларын шақырып үйді жинап, тазалап, сол күннен бастап барлығы жиналатын болады. Енді әжесінің үйі